Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз математика 6 сынып 5-2 сабақты өтеміз. Сондай-ақ 873-тен 894-ге дейін есептерді шығарып көрсетемін. Бірінші 873-ші тапсырма теңсіздіктерді мүшелеп қосыңдар. 9,17 үлкен 7 қосу 2 үлкен 1. Яғни әр санды астына, белгінің астына жазып қосып шығамыз. 9,17-ге 2-ні қоссақ 11,7 болады. Үлкен 7-ге 1-ді қоссақ 8 болады. Яғни 11,7 8-ден үлкен. Екіншісі минус 5 кіші 2,3, оған қосамыз 3 кіші 7. Минус 5 пен 3-ің минус 2-ге айналады, өйткені 3-тен 5-ті азайтсақ минус 2 болады. Ал 2,3-ге 7-ні қоссақ 9,3-ге тең болады. Үшіншісі де дәл осылай орындалған. Келесі 874-ші тапсырма. Дәптерге координаталық түзу сызып, оның бойында 5-те 5 суреттегідей а және минус б сандарын кескіндеңдер. Координаталық түзу бойында б минус а және 2а сандарын кескіндеңдер. Сандарды салыстырыңдар. Ең алдымен сандарды және әріптерді біз координаталық кескінге қойып аламыз. Бірінші минус б, одан кейін минус а, ортада 0, сосын а, б және 2а болады. Ал енді осы сандарды біз салыстырамыз. Минус б кіші адан, 2а үлкен адан, минус а кіші адан және б кіші 2адан. Келесі 875. Бірінші 8 кіші 13 теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де 5 санын, 4 санын, минус 2 санын, минус 6 санын қосқанда шығатын тура теңсіздікті жазыңдар. Яғни біз 5-ке де 13-ке де бірінші 5-ті қосып шығамыз. 5-ке 8-ді қоссақ 13 болады, 13-ке 5-ті қоссақ 18 болады. Яғни 13 кіші 18-ден. Келесі 8-ге 4-ті қосамыз 12, 13-ге 4-ті қосамыз 17, 12 кіші 17-ден болады. Одан кейін 8-ге минус 2-ні қосамыз 6 болады, ал 13-тен минус 2-ні азайтсақ, 2-ні азайтсақ 11 болады, яғни 6 кіші 11-ден. Одан кейін 8-ге минус 6-ны қосамыз 2 болады, 13-тен 6-ны азайтсақ 7 болады, 2 кіші 7-ден. Келесі теңсіздіктерді мүшелеп қосыңдар. Бірінші 5 кіші 9-ға қосамыз 3 кіші 4-ті. 5-ке 3-ті қосамыз 8 болады, 9-ға 4-ті қоссақ 13 болады, яғни 8 кіші 13-тен. Екінші 3 үлкен 1-ге қосамыз 5 үлкен 2. 5-ке 3-ті қосамыз 8 болады, 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады, яғни 8 3-тен үлкен белгісі қойылады. Үшінші 2 кіші 3-тен қосамыз 4 кіші 7-ден. 4-ке 2-ні қоссақ 6 болады, 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады. Осылайша 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерде орындасаңыздар болады. Келесі 877 теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңдер. 4 үлкен 1-ді көбейтеміз 7 үлкен 5-ге, яғни 4-ті 7-ге, 1-ді 5-ге көбейтіп шығамыз. 4-ті 7-ге көбейтсек 28 болады, 1-ді 5-ге көбейтсек 5 болады, яғни 28 үлкен 5-тен. Екінші 5 кіші 9-ды көбейтеміз 2 кіші 4-ге, 2-ні 5-ге көбейтеміз 10 болады, 4-ті 9-ға көбейтсек 36 болады, яғни 10 кіші 36-дан. Үшінші 0,5-ті кіші 3-тен көбейтеміз 4 кіші 5-тен. 4-ке 0,5-ті көбейтсек 2 болады, 5-ке 3-ті көбейтсек 15 болады. Келесі 878. Велосипедшінің жылдамдығы x км/сағат, ал ол 13 км/сағаттан артық. Мотоциклшінің жылдамдығы y км/сағат, ол 38 км/сағаттан артық. Велосипедші мен мотоциклшы бір жерден бір уақытта бір-бірінен қарама-қарсы бағытта жүрді. Олар бір сағат өткен соң бір-бірінен неше километр қашықта болатынын бағалаңдар. Бірінші жазылайқа берілгенін. Велосипедші x км/сағат, яғни 13-тен үлкен, ал мотоциклшы y км, ол 38-ден үлкен. Ал бізде сағат бір уақыт. Енді шешуі. X үлкен 3-ге 13-ті қосамыз y үлкен 38-ге. Осылайша x плюс y үлкен 51 болады. Яғни жауабы бізде 51 километр болады. Келесі 879. Токар бірінші күні x бөлшек, ал екінші күні y бөлшек дайындады. Егер x үлкен 120, y кіші 100 болса, токардың бірінші күні екінші күнге қарағанда неше бөлшек ат дайындағанын бағалаңдар. Жазылайық берілген. Бірінші күні x үлкен 120, екінші күні y кіші 100 десе. Енді осы екеуін қосамыз теңсіздік ретінде. X-ға бірінші 100-ді қосамыз, және y-ға 120-ны қосып үлкен деп жазып қояйық. Енді x-ті бір тарапқа, y-ті сандарды бір тарапқа өткіземіз. X минус y болып өтеді. X минус y үлкен 120 минус 100.
x минус y үлкен болады 20-дан. Жауабы 20 бөлшек артық дайындаған болады. Келесі 880 тапсырма. Квадраттың қабырғасы 4 см-ден артық, 5 см-ден кем. Квадраттың периметрін бағалаңдар. П-ны біз А деп белгілеп алайық. Сонда 4 см-ден үлкен деп тұр, ал 5 см-ден кіші деп тұр. Бізде квадраттың периметрін табу формуласы П тең 4А. Барлығымыз 4-ке көбейтіп шығамыз. 4-ті 4-ке көбейтеміз 16, аны 4-ке көбейтеміз 4А, және 5-ті 4-ке көбейтсек 20 болады. Енді 4А дегеніміз ол П, яғни периметрі. Жауабы периметр 16 см-ден артық, 20 см-ден кем болады екен. Келесі 881. Тік төртбұрыштың ұзындығы 4,5 см-ден артық, 6 см-ден кем, оның ені 2 см-ден артық, 3,12 см-ден кем. Тік төртбұрыштың ауданын бағалаңдар. Ұзындығы бізде 4,5 см кіші А-дан, кіші 6 см-ден деп тұр. Ал ені 2 см кіші Б-дан, кіші 3,12 см-ден деп тұр. Енді аудан табу формуласы бізде S тең А көбейту Б. Осылайша біз екеуін бір-біріне көбейтіп көрейік. 4,5 кіші А кіші 6 көбейтеміз 2 кіші Б кіші 3,2-ге. Ортасында бізде А көбейту Б болады. Және 4,5-ті 2 көбейтсек 9, ал 6-ны 3,2 көбейтсек 19,2 болады. А көбейту Б дегеніміз ол бізде S, яғни бізде ауданы тұр. Жауабы 9 см квадраттан артық, ал 19,2 см квадраттан кем екен. Келесі тапсырма өрнектің мәнін табыңдар. Бірінші, x бөлі 2 плюс y бөлі 3 көбейту 6. Мұндағы x 4-ке, y минус 1-ге тең. x орнына 4-ті қоямыз, 4-ті 2 бөлсек 2 болады. Ал y орнына минус 1-ді қойсақ 2 минус 3-тен 1 болады. Ортақ бөлім бізде 6, 2-ге 3-тен кешірім сұраймын 3 болады, 2-ге 3-тен береміз, 3-ге 1-ден береміз. Сонда 5 минус 1 4, 6 минус 1 4 болады. Кешірім сұрайын тағы да. 6 минус 1 5 болады. 5 бөлі 3 көбейту 6. 6 мен 3 қысқарады. 5-ті 2 көбейтеміз 10 болады. Екінші, үшінші, төртінші есептерде дәл осылай орындалған. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 883 теңсіздіктерді мүшелеп қосуды орындаңдар. Бірінші, 7 кіші 15 қосылған 2,7 кіші 3,12. Бұл жерде бірінші 7-ге 2,7-ні қосып аламыз, 9,17 болады. 15-ге 3,12-ні қоссақ 18,12 болады. Яғни 9,17 кіші 18,12-ден. Екіншісі дәл солай, 4-тен 3-ге 3-ті қосамыз, және 8-ден 5-ге 4-тен 1-ді қосамыз. Сонда 3,4-тен 3 үлкен 8-ден 7 болады. Үшінші, төртінші есептерде дәл осылай орындалған. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 884. 4 кіші А кіші 5 теңсіздігінен мынаны бағалаңдар. А плюс 3, А минус 0,06, 2А және А бөлу 2. Бұл жерде ең алдымен 4-ке біз 3-ті қосамыз. Одан кейін А-ға да 3-ті қосамыз. 5-ке де 3-ті қосып шығамыз. Сонда 7 кіші А плюс 3 кіші 8 болады. Екіншісі А минус 0,6. Бұл жерде 4-тен 0,6-ны азайтамыз. А минус 0,6 дейміз, және 5-тен 0,6-ны азайтамыз. Сонда 3,14 кіші А минус 0,6 кіші 4,14 болады. Үшінші, төртінші есептерде дәл осылай орындалған. Келесі 885. Адам бір өрнегінің мәнін бағалаңдар деп тұр. Бірінші, 3 кіші А кіші 7. Бұл жерде А-ның орында 1 бөлі А тұр. Сол үшін екі тарапында 1-ді екі тарапынан да бөлеміз. Сонда 1 бөлі 3, 1 бөлі 7 болады. Сонда 3-тен 1 кіші Адан 1 кіші 7-ден 1. Екінші, үшінші, төртінші есептерде дәл осылай орындалған. Келесі 886. Теңсіздіктердің қасиеттерін пайдаланып, бірінші 3А-5 кіші 2А-1 теңсіздігінің екі жақ бөлігінде 7 санына 4А санын минус 3 санын минус 2 санын қосқанда шығатын тура теңсіздіктерді жазыңдар. Бірінші 3А-дан минус 5, оған 7-ні қосамыз. Содан кейін 2А-1, оған 7-ні қосамыз. Сонда 3А плюс 2 кіші 2А плюс 6 болады.